Сәлеметсіңдер ма оқушылар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Күнделікті жаңа сабақтарды жіберіп алмақ үшін қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы табиғи қышқылдар мен сілтілер, индикаторлар. Бұл жерде балдар өздерің көріп тұрғандай кейбір қышқылдардың атаулары мен формуласының кестесі берілген. Ең бірінші кішкене теорияға көз жүгіртіп өтейік. Тұз қышқылының формуласы H хлор, азот қышқылы HNO3, күкірт қышқылының формуласы H2SO4, фосфор қышқылының формуласы H3PO4, көмір қышқылының формуласы H2CO3. Қышқылдар, қышқыл дәмі күйдіргіш және уландырғыш қасиеті бар. Жемістердің құрамында кездеседі. Грейпфрут, лимон, апельсин тағы басқа жемістердің құрамында кездеседі. Тұз қышқылы 0,5% ерітіндісі медицинада асқазан қышқылдары төмендеген науқастарға беріледі. Антацидтік препараттар: магний оксиді, магний гидроксиді, магний карбонаты, алюминий гидроксиді тағы басқа заттар қышқылдығы жоғары науқастарға қолданылады. Асқазан сөлінің қышқылдығын бейтараптайды. Көмір қышқылы әртүрлі сусындар құрамына кіреді. Келесі кестемізге көз жүгіртейік. Азот, фосфор, күкірт қышқылдары, минералды тыңайтқыштар, бояулар, қопарғыш заттар алуда қолданады. Сілтілер көптеген органикалық заттарды күйдіретін заттар. Қолға сабын тәрізді сезіледі. Келесі кестемізде өздерің көріп тұрғандай, кейбір сілтілердің атаулары мен формулалары берілген. Бұл жерде натрий гидроксиді, натрий OH формуласын көріп тұрсыңдар. Калий гидроксиді, калий OH, кальций гидроксиді, кальций OH. Мінекей осы сілтілердің бізде формуласы. Индикаторлар: қышқыл және сілті ерітінділері әсерінен түсін өзгертетін заттар. Латынша көрсеткіш жиі қолданылады деген мағынаны білдіреді. Индикаторлар бізге үшке бөлінеді балдар: лакмус, метилоранж және фенолфталейн. Бұл жерде өздерін кестеден көріп тұрғандай, сілтілер мен қышқылдардың ерітінділерінің әсерінен индикаторлар түстерін өзгертетін ортаны байқап тұрсыңдар. Бесінші кестемізде біздің индикаторлар ортаның қышқылдығы pH көрсеткіші деп анықтайды. pH орталығы pH-ымыз біздің 7-ден жоғары болған кезде қышқыл, тең болған кезде бейтарап, pH орталығы жоғары болған кезде сілтілік орта көрсетеді. Табиғи индикаторлар балдар бізде жүзім, қызылша шырыны, ирис гүлінің қайнатпасы, шие шырыны. Мінекей балдар қышқылдармен танысып өттік. Келесі бізде біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындайық. Бірінші тапсырмада қандай қышқылдарды білесіңдер? Біз қазір тұз қышқылымен таныстық, күкірт қышқылы және көмір қышқылымен таныстық. Екінші сұрағымыз: индикатор дегеніміз не? Қышқыл немесе ерітінді әсерінен түсін өзгертетін заттар индикаторлар деп аталады. Үшінші сұрағымыз: қышқылдардың лакмус, фенолфталейн, метилоранж индикаторына әсері қандай? Қышқыл болған кезде лакмус қызыл түске, фенолфталейн түссіз, метилоранж қызғылт түсті береді. Төртінші сұрағымыз: сілтілік лакмус, метилоранж, фенолфталейн индикаторына әсері қандай? Бұл жерде сілтіде лакмус көк түс, фенолфталейн таңқурай түсті, метилоранж сары түсте болады. Мінекей балдар, біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындадық. Күнделікті тапсырманы тиянақты,
уақытылы орындайтын болсақ, біз көптеген жетістіктерді бағындырамыз. Қош, сау болыңыздар.